Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен келді. Облыстық мәслихат депутаттары мен облыс активімен жұмысшылармен кездескен президент Маңғыстау облысына әкім етіп Бауыржан Мұхамеджановты, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшысы етіп Ләззат Қиыновты, ал Қазмұнайгаздың барлау өндіру еншілес компаниясының басшысы етіп Алик Айдарбаевты тағайындайтынын мәлім етті. Сондай елбасы соңғы күндер Маңғыстау облысында болған келеңсіздіктердің зардабын жою үшін барлық шаралар жасалатынын айтты. Толығырақ Нұрлан Оқалы баяндайды. Мемлекет басшысы өзінің тура Маңғыстау облысының әкімшілігіне жол тартты. Алдымен мәслихат депутаттарының өзінің шешімін айтып, облыс әкімі лауазымына кімді тағайындау жөнінде жергілікті халық қалаулыларының келісімін алды. Сосын облыс активімен кездесті. Мән-жайды толық тарқатып айтып, өзінің шешімдерін жария етті. Бұл мәселе жалпы мұнай өндірісін басқарудың азаматтардың бұл адамдардың 6-7 ай бұрын осындай мәселе шыққан кезде әңгімелескенмен, сөйлескенмен мәселені шешкенмен және заң орындарында болып шықты деген. Ал заң орынды болып аспаннан келген адамдардың сөзіміздің қазір онда қазағымыз сөйлесіп әрқайсысымен тыңдап шешімді шешіп жұмысын байқап ондай жұмыс істеуді бәрі маған келісіп жатырмыз, бәрі көп болады, бәрі көреміз, жазады терминдері, күздердің терминдері осымен өте жүр. Аяғында жаппай тәртіпсіздік болып, басты заңдық жасап, жоқ жерде адамдар өмірмен айырылады. Мемлекет басшысы болған оқиға түгелдей тексерілетінін, бүлікті ұйымдастырушылардың, оны жүзеге асырушылардың кім екені түгел анықталып, кінәлілер жауапқа тартылатынын мәлім етті. Елдің қауіпсіздігі үшін, халықтың құқығын сақтау үшін ондай әрекеттер болған. Төтенше жағдайда айырылып, командантқа салып, тәртіп орнату үшін мәселе жасалып, 5 күннен бері ел тыныш болып жатыр. Енді қазіргі сөйлемді ең бірінші бас прокуратураның берген тапсырма бойынша сол мәселенің барлығын егжей тексерілетін болады. Жариялы түрде, ашық түрде, ешкім-ешкімге бір-біріне сауалдарға приказ берген жоқ. Мыналарда жасаған тексеріліп, мыналарда істелді. Оның үстінде өте қоғамдық комиссияның кісілері бар, бұл кісілер Президент жарлығымен Маңғыстау облысының әкімі қызметіне Бауыржан Мұхамеджанов, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басшысы лауазымына Ләззат Қиынов, ал Қазмұнайгаздың барлау өндіру еншілес компаниясының басшысы қызметіне Алик Айдарбаев тағайындалды. Бұл арыс болды, енді зардап шеккендерге көмек көрсетіп, жұмысшылардың талаптарымен өздерінің байыбына бару керек. Еңбек дауларының барлығы заң аясында шешілуі тиіс. Енді негізгі мәселе мұнайшылардың мәселесіне келген болса. Бұл жерде ең бірінші ол жұмыс болған. Солай ма? Қазір мұнайгаздың жанында бір мекеме болатындар болған жеті. Мына жеті бөлімдерде бір мекеме болатын болады. Оған біріктен іс жасап, шетелдіктерді тауып, ең жоғары дәрежелі қондырғымен жасайтын жаңадан өндіріс құрамыз. Сол өндіріске барлық өндірістер жұмыстарамыз. Нормалды жалақысын сақтап. Алдымен құрылыс жасайтын болады бір жыл жалақысына, жалақысына құрылыс көмектерін болмашы болады. Водитель жұмыста істейді. Көзделген дәріс болады. Көзделген жағдайда мекеме болады. Сол мекемеге барлық жұмысқа адамдардың жалақысын беріп, құрылысын салғанша құрылысқа істейді, құрылысын салғаннан кейін оларға жалақы береді. Соттың заманымен 1800 жаңағы жұмысқа шыққан құрамында босатқан, оның 537 сотқа шығарылған, оның ішінде шынында да белгілері бақыланып демалжатын кезде көзі түсірген. Кейбіреулері импониясы көзі түсірген. Кейбіреулері заңды демалыс үшін көзі түсірген. Оның бір заңсыз. Соның үшін 15-20 сот қарап, оны қайтадан қондырды. Басқалары 2-3 айдан жұмысқа шыққан. Ол еңбектік шарт бойынша да, Қазақстанның еңбектік заңы бойынша да ешқандай істемейді. Ал соттың шығарған заңы менің де бұзған
сондай-ақ президент Қазмұнайгаздың алып өндірістік бөлімшелерінің бөлек отай құру қажеттігін де айрықша атап өтті. Өзім мұнайгаздан аралда жетеуді үредестікті жасап, қолында бірдемесі болатын болса, құрашеріміз филиал орталық. Оның өсерінің адам жұмыс істейтін мекеме филиал болады ма? Бұл бюджеті жоқ, ештеңесі жоқ. Қалай ол жұмыс істейді? Кім оны солай жасады? Жиналғандардың бірнеше мәрте тоғыз шаталарымен президентке өзінің бөлуіне тура келді. Бұл әрбір шешімді жергілікті жұрттың қолдайтынын танытса керек. Облыс азаматтары елдің ойын сан саққа бөлген қиын сәттерде президенттің шұғыл шешімдер қабылдап, жағдайды дереу тұрақтандырғанына, Маңғыстауға арнайы келіп, осындай қиын қыстау сәтте халықпен бірге болғанына ризашылықтарын білдірісті. Сіз бүгінгі әр айтқан сөзінің тапсырмаңыз бәрімізде де бар. Сондықтан жаңа айтылған елдің бірлігіне тігілу жасалатын шаруаға осындай команда қызмет жасап, атсалысамыз деп баршаға тәсілсейді. Менің ойымда болған мәселе Нұрсұлтан Әбішұлы Маңғыстауға келеді деген сенімде болды. Осындай қиын кезде елдің ортасынан табылып, елге басып әңгіме айтып, әлемде шешімге алды, бүгін басқосудың орны бөлек ерекше. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, мен бүгінгі қабылдаған шешімдеріміздің бәрін дәл ойлап отырмын. Президент өзі үнемі айтатын, елдің тыныштығы, тұрақтылығы мәселесі қай-қашанда өзектілігін кемітпегенін, біздің бірлігімізге сырт көз сыймай, ерекше қолдаушымен үміттене көз тіккен қазіргі сәтте бір жағадан бас, бір жағынан қол шығарудың айрықша маңыздылығына тоқталды. Қазақта атамыздан сөз алған ба, абайдың айтып кеткені, біріңді қазақ бірің дос болмаса істің бәрі осы. Бөрі қайды деймін, бөрі астында, жау қайды деймін, жау астында деген қазақтың атаулары. Іштен шыққан жауынан дегендер бар. Сондықтан осы дана сөздерді ескере отырып, біз яғни жағдайдан өтіп, тоқтатып, өздеріңіздің пікірлеріңізді сөйтіп отырсыңдар. Отанымыз біреу. Жеріміз кең болса, халқымыз аз. Байлығымыз бар, болашағымыз жарқын. Жастарымыздың бақытты болуына барлығын жасауымыз керек. Сол үшін бірлікте өміріне қазақта. Одан кейін Қазақстанда тұрған барлық халықтың бірлігі керек. Тыныштық керек. Тыныштық жоқ егер ақша табармайды, арам табармайды, өндірістің келмейді. Бәріне ешкім. Жаңаөзенде жағдаймен танысу үшін мемлекет басшысы Ақтаудан тура Жаңаөзенге сапар шекті. Нұрлан Оқаұлы, Ақтаудан.